Түрінен адам тұрмақ аруақ қорқатын бұл жігіттің аты Ма Дong Сок, Кореяның ең крутой жігітінің бірі. Бүгін оның криминалды қала атты фильмін бірге тамашалайық. Сеулдің Гарибоңдоң ауданы сауда орны тығыз орналасқан, шетелдіктер көп қоныстанған жер, әр түрлі криминалдық топтардың құт мекені, әсіресе ауданды 3 мықты топ ұстап тұрған еді. Олар секс саудасын басқаратын жыландар мафиясы, казино ойындарының қожайыны айдаһарлар мафиясы және клубтарды иемденген Чунжы мафиясы еді. Бұл ауданды басқарудың қаншалықты қиын екенін білген боларсыз. Бірақ Ма Дong Сок бұның ебін тауып қойған еді. Ол осы ауданның полиция басқармасында детектив болатын. Түрі мафияға ұқсағанымен көңілі ақ, жүрегі таза жан еді. Соткамен сөйлесіп тұрып пышақ алған содырды жайпай салады, шапалағымен талайды талдырады. Осылай 3 мафияны осында ұстайды. Мафиялар оны көргенде аға деуден аса алмайтын. Бір күні жыландар мафиясының мүшесіне біреу пышақ соғып кетеді. Жақында жыландар мафиясы мен айдаһарлар мафиясының жерге таласып жатқанын ойлаған Ма Дong Сок жағдай ушықпасын деп жыландар мафиясына келеді, адам бастап өш алуға бара жатқан бір мафияны бір шапалақпен талдыра салады. Содан жыландар мафиясының атаманынан пышақ сұққан айдаһарлар мафиясының мүшесі екенін сұрап біледі, оларға бұл істі өзінің шешетінін айтады. Осылайша Ма Дong Сок қылмыскерді айдаһарлар мафиясының апанынан тауып алады. Қылмыскер оны көріп қорыққанынан қаша жөнеледі. 좋아요, 뭐 이 개새끼. 야르나, 야, 개새끼 이거. 뭐야? 너 그걸로 찔렀냐? 어딨어? 자, 그 여기다 둬. 개새끼. Бірақ қылмыскер ұсат алғанымен мәселенің түйіні екі мафияның атаманында екенін білетін Ма Дong Сок казинодағы айдаһарлар мафиясының атаманына барып оның жанды жерін қысып ескерту жасайды. Содан екі атаманның басын қосып татуласуын бұйырады. Екеуінің жыларман болып құшақтасқан түрін фотоға түсіріп дәлел ретінде қалдырады. Екі атаман қанша ұнатпаса да Ма Дong Сок басқаратын бұл районда құйрығын қысып шектен аспай тыныштық сақтап жүруден басқа амалы қалмайды. Алайда бұл тыныштық сырттан келген 3 адамның себебінен бұзыла бастайды. Олар бастығы Жаңчин және қол шоқпары Сөңірак пен Янтай болатын. Олар Қытайда адам өлтірген соң қашып Кореяға келіп рэкетир болып жан бағады. Үшеуі қара ниет қанды қол еді. Ешкімге аяушылық танытпайтын. Жыландар мафиясының бір мүшесі олардан қарыз алып уақытында қайтара алмайды. 3 ай уақыт ішінде қарыз алған $30,000 өсіммен $200,000 шығады. Олар ақша қайтаруға жағдайы жетпеген жігіттің бір қолын балтамен жаншиды да, жыландар мафиясының атаманына хабар беріп, ақшасын қайтарып адаммен алып кетуді айтады. Жыландар мафиясының атаманы адамдарын ертіп уағдаласқан жерге келеді. Қан жоса болған жігітті көріп қаны басына бірақ шығады да қарыз жазған қағазға бір түкіріп Жаңчиннің кеудесіне жағады. Бұны көрген үшеуі пышақпен шабуылдайды. Осылайша атаман жан тапсырады. Оның адамдары бұл үшеуінің жауыздығын көріп үрейлері ұшып бағынады. Жаңчин әп-сәтте жыландар мафиясын өз басқаруына алып ақша табуды жылдамдата түседі. Бір күні Ма Дong Сок Чунжы басқаратын клубқа келеді. Чунжы оны жайланып отырып арақ ішуге шақырады. Ма Дong Сок басында ұнамағанымен артында Чунжының дархан көңіл қонақ жайлығын көріп адымын аттап баса алмай қалады. Сонымен Макең амалсыз төрге шығып отырады. Екінші күні ұйқыдағы Ма Дong Сокты күтуші оятып клубта адам жараланғанын, полициялар келіп тексеріп жатқанын айтады. Бұны көрген Ма Дong Сок киімін жалма-жан киініп ешкімге көрінбей тайып тұрмақшы болғанда алдынан қызметтесі шыға келеді. 야 임마! 너 빨리빨리 좀 다녀 임마! Ма Дong Сок амалсыздан енді келген адам сияқты тексеруге кіріседі. Олар күтушінің айтуымен мән-жайды біледі. Сөйтсе кеше Жаңчин бір тобы клубқа келіп арақ ішеді. Мас болған соң клубтағы қыздарға қырайдай бастайды. Жоқ дегенге қоймай күш қолданады. Арашаға келген менеджермен ерегеседі. Жаңчин кешірім сұрап кетуге дайындалғанда менеджер олардан келтірген зиянды жабуды талап етеді. Ашуланған Жаңчин қол астындағыларға оның бір қолын шауып тастайды.
Клубты басқаратын Чунжы мафиясының адамдары келіп болғанша Жаңчындар қашып жоғалады. Ма Дong Сок Чунжы мафиясының атаманына істі ұлғайтпай өзі шешетінін полиция хабарын күтуді айтады. Намысқа шыдамаған Чунжы мафиясының атаманы өзі тексеруге көшеді. Ма Дong Сок камерадан Жаңчын бір топты көрседе сурет күңгірт болғандықтан олардың кім екенін білмейді. Амалсыздан әр жақтан дерек жинай бастайды. Осы кезде сырттан келген 3 адамның жыландар мафиясының атаманын өлтіріп үйімді басқарып алғанын біледі. Бірақ үшеуінің жүріс-тұрысы құпия болғандықтан ешкім нақты дерек бере алмайды. Ма Дong Сок өсек сөзге сеніңкіремей тұрғанда полиция жыландар мафиясының атаманының мүрдесін табады. Зертхана нәтижесі де соны дәлелдейді. Осылайша адам өлтіріп боршалау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып полиция бастығы Ма Дong Сокты бір сөгіп алады. Ал Жаңчын үшеуі жыландар мафиясының арқасында күректеп ақша табады. Бірақ олар бұны місе тұтпай айдаһарлар мафиясының саудасын тартып алуды бастайды. Жаңчынға күші жетпейтінін білген айдаһарлар мафиясы казино ойындарын беруге мәжбүр болады. Бұнымен қоймай олар райондағы саудагерлерден алатын бөлесін көбейтеді. Қоқан-лоқуға көнбегендерді Жаңчын адам жіберіп қанға бояйды. Тіптен жыландар мафиясының бұрынғы орынбасары Шыбын Жан үшін қалтасындағы ақшасын, қолындағы саудасын, ойындағы қатынын да Жаңчынға ұсынады. Осы кезде Чунжы мафиясы оны іздеп тауып өлміш етіп сабайды да атамандарына алып келеді. Біраз қинаудан кейін өлім аузынан аман қалған ол Жаңчын туралы білетінін бірақ жайып салады да өзінің де Жаңчында кегі бар екенін айтып олардың Жаңчынды өлтіруге көмектесуге уәде береді. Ма Дong Сок та полиция архивінен Жаңчын үшеуінің жай жапсарын толық танысып жуырдағы былықтың бәрін солар жасағанын біледі. Кеште ресторанға тамаққа барған Ма Дong Сок көрші үстелде отырған 3 адамның солар екенін танып қасындағыларын орай тауып ұстауға ымдайды. Ал Жаңчында үстеліндегі заттардан, киім-кешегінен олардың полиция екенін сезіп жалғаннан дәретханаға барған болып, қазандағы қайнап тұрған майды алып полицияның біреуіне шашып жібереді. Жаңчын үшеуі олар жараланған полицияға қарайлаған орайдан пайдаланып есіктен қаша жөнеледі. Ма Дong Сок арттарынан қуып шыққанда олар ерте қашып жоғалған еді. Осы кезде айдаһарлар мафиясының атаманы казино саудасын тарттырып қойған өшін алу үшін түнде келіп казино ойынханасын шағып кетеді. Келесі күні хабарды естіген Жаңчынның қасындағы екеуі ойынханаға келіп ашуын күзеттен алады да айдаһарлар мафиясының атаманын тауып сазайын бермекші болады. Алайда айдаһарлар мафиясы олардың келетінін біліп жолын торып екеуін тар көшеге қамайды да 10 неше адам бірге жабылып соғыса кетеді. Бұлардың қимылын аңдып жүрген Ма Дong Сок олар соғыса бере жетіп келеді, айдаһарлар мафиясының кетуін бұйырады. Соңырақ пышағын шығарып Ма Дong Сокпен шайқаса кетеді. Бірақ Ма Дong Сок 2 жұдырықпен оны тамға тірейді, ақырын қылқындырып ұйықтатып тастайды. Бұны көрген Янтай өзінің тең келмесін біліп қаша жөнеледі де 3-ші этаждан секіріп құтылып кетеді. Полиция бөлімшесіне келген соңырақ тергеуде жағын ашпайды, тіпті тілін қыршып өліп алмақшы болады. Бұған Ма Дong Сок та шарасыз қалады. Соңырақтың айдаһарлар мафиясының кесірінен полиция қолына түскенін естіген Жаңчын мафия атаманы анасының 60 жас мерейтойында кек алмақшы болады. Алдымен Янтай өрт өшіргішпен той залын ақ түтін қылады да, содан Жаңчын балтасымен кіріп қырғын салады. Атаманмен жалғыз шыққан Жаңчын өзінің осал жау емес екенін көрсетеді. Бірнеше айналымнан кейін атаманның кеудесіне пышақ қадап өлтіреді. Күн жарықта той үстінде пышақтап адам өлтіру лезде жаңалыққа шығып полицияның абыройын айрандай төгеді. Ашуланған жоғарыдағылар істі министрліктің арнайы жасағына өткізбекші болады. Бірақ өзі басқарған ауданды дүрліктіріп өзімен қоса қолдап жүрген бастығын сөгіске қалдырған Жаңчынды өзі ұсатамаса жаны жай таппайтынын білген Ма Дong Сок жоғарыдағыларға өздерінің істі шешіп қойғанын бірнеше күннің ішінде қылмыстыны ұстайтынын айтып сендіреді. Бастығы да қандықол ұсталса өзіне абырой болатынын ойлап істі олардың тексеруіне береді. Осы кезде Жаңчынды бір бай іздеп келеді. Ол Чунжы мафиясының бір жер теліміне қызығып жүргенін, егер Чунжы мафиясын талқандап берсе сияқысы аз болмайтынын айтады. Екі жақ келісімге келіп жатқанда Чунжы мафиясының адамдары ресторанды қоршап алады. Әсілінде орынбасар атаман оларды сатып кеткен екен. Жаңчын терезеден секіріп шығып машинаға мінеді де көше бойлап қаша жөнеледі. Қуғыншылар Янтайға пышақ салып ұлдыреді. Қоршаудан аман құтылғанда орынбасар дайындаған пышағымен Жаңчынға атылады. Алайда күші жетпей өзі өлім құшады. Орынбасардың әйелінің аузынан оның Чунжы мафиясымен байланысы бар екенін білген Жаңчын ақша үшін де кек үшін де Чунжы мафиясын құру керек деп шешеді.
Бүгінгі істі естіген Ма Дong Сок клубқа келеді, күзет есіктен кіргізбеймін деп еді. 가시라고 형님. 왜? 가시라고. Ма Дong Сок Чунжы мафиясының атаманына отпен ойнамауын, Жаңчынның қандықол жауыз екенін, өзіне өлім іздемеуін айтады. Ал атаман өзінің де абырой намысы бар екенін айтып қосылмайды. Ақылына көнбегесін Ма Дong Сок оған сауыттан біреу беріп кетеді. Осыдан кейін Жаңчынды тезірек ұстау үшін Ма Дong Сок халықтан көмек сұрайды. Жаңчынның адамдарының содырлығын телефонға түсіріп қылмысын әшкерелеп дәлел жинап олардың ізін анықтауды тапсырады. Осылайша көпшілік олардың түр-түсін, істеген содырлығын телефонға түсіріп Ма Дong Сокқа жіберіп береді. Бірнеше күнде дәлелдер жиналады. Мафияның 26 адамы әшкере болады. Алайда Жаңчынның із дерегі табылмайды. Уағдалы күнде таяп қалады. Ма Дong Сок пен бастығы абыржи бастайды. Осы кезде Қытай полициясы Сөңіракты экстрадициялауға адам жібереді. Келген екі полицияның бірі машинада абайсызда бір қап есірткіні түсіріп қояды да, екінші полицияға тәркіленген есірткілерді Кореяда сататын жол жоқтығын айтып қиналған болады. Бұны естіген Сөңірак өзін қоя берсе алушы тауып беретінін айтады. Осылайша Қытай полициясы Сөңіракты қоя береді де телефон нөмірін алып қалады. Соңырақ апанына қайтып Жаңчынға осы сауданы хабарлайды. Жаңчын басында күдіктенсе де Соңырақтың әкелген есірткісін көріп сынап көруге бекінеді. Бірақ кездесуге тек Соңырақты жібереді де өз адам бастап Чунжы мафиясы басқаратын клубқа барып ойран салмақшы болады. Жаңчын күдіктенгендей мұның бәрі Ма Дong Соктың тұзағы болатын. Қытай полициясы да оның адамы еді. Соңырақтың жауабын алған соң Ма Дong Сок барлық адамын шығарып оларды бір жолата ұстамақшы болады. Алайда айлакер Жаңчын кездесуге өзі келмейді, тек Соңырақ пен басқалары қолға түседі. Бұл кезде Жаңчын клубта Чунжы мафиясының клубына келеді. Соғыс бірдемде басталады. Екі жақ өліспей беріспей. Атаман мұны көріп қаша жөнеледі. Жаңчын да артынан қалмай қуа береді. Ма Дong Соктың ақылын алмағанына өкінген атаман полициясы бөлімшесіне қарай қашады. Бөлімшеге жақын қалғанда Жаңчын қуып жетіп аяғына пышақ салады. Ма Дong Сок берген сауыттан пышақ өтпеген соң Жаңчын оны буындыра бастайды. Осы кезде шуылды естіген полициялар оларға қарай ұмтылады. Жағдайдың ушыққанын сезген Жаңчын алды-артына қарамай қашады. Атаманның шыбын жаны ақыры тірі қалады. Ал апанына қайтып келіп Соңыраққа хабарласа алмаған Жаңчын бүкіл үйімі мен адамдарының ұсталғанын қуышы сезеді. Осы кезде ол ақшаны алып Янтаймен бірге ұшаққа отырып қашпақшы болады. Жаңчынды қуалап келген полиция жігіт дереу Ма Дong Сокқа мән-жайды хабарлайды. Ма Дong Сок қазір баратынын айтады. Екеуін қашырмау үшін полицей жігіт олармен шайқасуға дайындалады. Осы сәтте Ма Дong Сок та жетіп келеді. Полицияда майданды қоршайды. Ма Дong Сок Янтаймен жағаласа кетеді. Орайдан пайдаланып Жаңчын қашып кетеді. Янтай талып жығылып қолға түседі. Бұл кезде Жаңчын қашып бір ресторанға барады. Серігі ұсталып, саудасынан да ақшасынан да айырылған ол Чунжы мафиясын құртып бер деген байға хабарласып іс сәтті бітті деп алдап сияқыны алып әуежайда кезігуге келіседі. Осы кезде ол ресторан қожайынның түсірген суреттерін көреді де қаны басына шапшиды. Артынан қуған Ма Дong Сок жетіп келгенде қанға боялып жатқан қожайынды көреді. Өзінің кесірінен пәлеге ұшыраған бейкүнә адамдарды көріп Жаңчынның басын бұрап алғысы келеді. Бағына жарай қожайынның су ішері бар болып шығады. Ал бұл кезде байдың қолынан айтқан сияқыны тапсырып алған Жаңчын әуежайда ұшақ билетін алып болып тазаланып киімін ауыстырып шыққанда өзін күтіп тұрған Ма Дong Сокты көреді. Сөйтсе бай ақшаны мүлдем бергісі келмеген екен. Ол тек Жаңчынның адам өлтіргенін әшкерелесе болды мақсатына жететін еді. Бірақ шыбын жаны тірі қалған атаман оны тауып оған сияқыны беру арқылы Жаңчынды алдап шығуды бұйырады да, олардың орнын Ма Дong Сокқа айтып береді. Мінекей екі қыршаңқы туалетте кездеседі деген осы. 혼자야? 아직 싱글이야.
Осылайша сауда ауданы бұрынғы қалпына қайта түседі. Әңгімемізде осы жерде аяқтайды. Бізге жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.